Сегодня предлагаю разобрать имя Чингисхана. Его настоящее имя Темуджин, но почему назвали Чингисханом? Когда Темуджин завоевал всю Евразию, китайцы Монголию назвали династией Юань, что в переводе обозначает «вечный». На казахском будет Мянгэ. Это доказывает, что была империя Мянгэ-Ель, а не Монголия. И Темуджин был единственным Каганом. Единственное на казахском будет Чангыз. На китайском написали Чонджисы, на кириллице Чингис. Таким образом, Темуджин Каган стал Чингисханом вместо Джангызхан. Кстати, американцы хотят повторить историю Чингисхана. Белый дом назвали Акордой. Одна страна, один президент, одна мечта, одна валюта, однополярный мир. Шыңғыс ханның моңғол болуын қабылдау қазақтың ұлы тарихын жоққа шығару ма? Шыңғыс хан қазақ па, моңғол ма деген сұраққа көпшілік пікір білдіруден қорқады. Бірақ бұл мәселе тек тарихи тұрғыдан ғана емес, саяси және идеологиялық маңызы бар. Біздің көптеген хандарымыз Шыңғыс ханнан бастау алған, яғни төреден тараған. Мысалы, Абылай хан Орда еженнен тарайды, ал Орда ежен Шыңғыс ханның немересі. Бірақ, егер Шыңғыс ханды моңғол деп қабылдасақ, онда біздің барлық хандарымызды да моңғол деп тануға тура келеді. Бұл біздің тарихымызды тереңнен қайта қарауға әкеп соғуы мүмкін. Шыңғыс ханның қазақ екендігі өте маңызды. Себебі оны моңғол деп тану біздің ұлттық бірегейлігімізді бұзуға, тарихымызды бұрмалауға әкеледі. Егер Шыңғыс хан моңғол деп танылса, бізді әлемдік аренада қазақтарды моңғолдар басқарған деп көрсетуі мүмкін. Бұл дегеніміз не? Біздің ата-бабаларымыздың мұрасын жоққа шығару. Қазіргі Монғолияда тұратын моңғолдар Шыңғыс ханның заманындағы моңғолдар емес, олар кейіннен Қытайдан көшіп келген халықтар. Шыңғыс хан дәуірінде Монғолия мен Орталық Азияда түркі тілдес халықтар мен тайпалар өмір сүрген. Сондықтан Шыңғыс ханның қазақ болуы туралы пікір тек тарихи дұрыс қадам ғана емес, ұлттық бірегейлігімізді қорғау үшін де өте маңызды. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл. Адамға сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтін кезіңді біл. Жаман дос көлеңке. Басыңа күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың.